Армысыңдар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 51-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тұрақты сөз тіркестері. Балалар, тұрақты сөз тіркесі ережесін есімізге түсіріп өтейік. Екі не одан да көп сөздерден құралып, бір ғана мағынаны білдіретін сөз тіркесін тұрақты сөз тіркесі деп атаймыз. Мысалы, қас пен көздің арасында, немесе тайға таңба басқандай. 13-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді жатқа жазып, тұрақты сөз тіркесінің астын сыз. Қақпашы. Күзетем деп қақпаны, жаны бір жай таппады. Келе жатыр доп қуып, шабуылшы оң жақтағы. Берде тұрақты сөз тіркесі жаны бір жай таппады. Үздік шабуылшы тақырыбында радио хабарлама дайында. Хабарламада лезде мағынасын беретін тұрақты сөз тіркесін қолдан. Үздік шабуылшы. Қарашаның 7-сі күні футболдан мектепшілік жарыс өтті. Жарыста әр сыныптан құралған командалар өнер көрсетті. Ойынға белсенді қатысып, көзге түскен Марат үздік шабуылшы атағын иеленді. Ол қас пен көздің арасында қақпаға бірнеше доп салып, ойынды қыздырды. Ол мектебіміздің мақтанышына айналды. Хабарламада лезде деген мағынасына беретін тұрақты сөз тіркесі ол қас пен көздің арасында деген мағынаны білдіреді. Балалар, 14-ші жаттығуға қараймыз. Әр суретке тиесілі сөйлемді оқы. Не байқадың? Сылақшының есімі кім болуы мүмкін дейді. Талғат тас қалаушы. Эдуард электр жөндеуші, яғни электрик дейміз. Майра мұғалім. Сылақшы кім болуы мүмкін? Мысалы, әрбір атқа байланысты алғашқы әріпке сәйкес келетін атауларды адам есімімен атауымыз керек. Сонда сылақшы Самат. Самат сылақшы болады. Енді адам есімінің алғашқы әрпіне сай мамандық атауларын тауып көр дейді. Азат аспазшы. Зейін заңгер. Дастан дәрігер. Тамирис тәрбиеші. Эльмира экономист. Хамид хирург. Самат сылақшы. Міне балалар, осылай әр адамның есімінің алғашқы әрпімен сәйкес мамандық атауларын осылай айтамыз. 15-ші жаттығуға қараймыз. Суретке қара. Шаштараз бен баланың арасында қандай әңгіме болуы мүмкін? Диалог құрап жаз дейді. Ағай, менің шашымды әдеттегідей қысқартып бересіз бе? Бұны бала айтып жатыр. Ағай жауап беріп жатыр. Әрине, қысқартып беремін. Бала, маған сіздің жұмысыңыз ұнайды. Рахмет, Мұрат. Бұл да бір өнер ғой. Міне бұл шаштараз ағай мен баланың әңгімесі, яғни диалог құрып, бір-біріне сұрақ қою арқылы жауап беріп жатыр. 16-ші жаттығуға қараймыз. Суретке қарап, екі езуі екі құлағында дейтін сөз тіркесінің қандай мағына беріп тұрғанын айт. Сурет бойынша әңгіме құра дейді. Екі езуі екі құлағында, яғни қуанып, күліп тұрған адамды айтады. Енді осы қуанып, езу тартып тұрған балаға кішкене сөз тіркестерін қандай мағына беріп тұрғанын және суретке қарап әңгіме құрап көрейік. Бүгін Талғаттың туған күні. Ол күні бойы екі езу екі құлағында болып, көңілді жүрді. Оған барлығы жақсы тілектер айтып, сыйлық бергенде, ол одан әрі қатты қуанды. 17-ші жаттығуға қараймыз. Бізге берілген
Мына сөздердің мағынасы дұрыс анықталмаған тап дейді. Қайсысы дұрыс анықталмаған? Ойыңды дәлелде дейді. Бірінші, сөз заттың, сапаның, қимылының атауы. Яғни бұл дұрыс, балалар. Екінші, мәтін дегеніміз мағыналық, грамматикалық жағынан өзара байланысты сөйлемдер тобы. Бұл да дұрыс. Үшінші, түбір бір ұғымда қолданылатын сөйлем мүшелеріне ажыратуға келмейтін, тіркестегі орындарын алмастыруға болмайтын сөз табы. Балалар, бұл жерде бұл қате. Түбір бұл сөздің одан ары бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Яғни үшіншісіндегі мағынасы дұрыс анықталмаған. Мына жерде мен дұрыс мағынасын көрсеттім. Төртінші, тұрақты сөз тіркесі ол сөздің одан әрі бөлінетін бөлінбейтін мағыналы бөлігі дейді. Яғни бұл түбір мен тұрақты сөз тіркесінің бұл жерде мағыналары дұрыс анықталмаған. Тұрақты сөз тіркесі бір ұғымда қолданылатын сөйлем мүшелеріне ажыратуға келмейтін, тіркестегі орындарын алмастыруға болмайтын сөз табы. Енді бұл 17-ші жаттығуда екі мағынасы дұрыс берілген, екі ереженің, ал екі ереженің мағынасы дұрыс емес. Оны дұрыстап балалар табамыз. 18-ші жаттығуға қараймыз. Шығармашылық үзіліс. Бізде шарлар берілген. Осы шарлардың ішінде жазылған сөзге тиесілі тұрақты сөз тіркесін тауып айт дейді. Қараңғы, қуану, алыста, тыңдамау. Яғни қараңғы деген бұл көзге түртсе көргісіз деген тұрақты сөз тіркесіне ие болады екен. Қуану екі езуі екі құлағында деген мағынаны береді. Үшінші, алыста сөзіне алыста, яғни бұл көз ұшында деген мағынаны береді. Тыңдамау бұл сөзге құлақ аспау. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.